Мына алма ағашының сұлбасы бұтақтарының бір жылдық өскендері қандай екенін көріп тұрсыздар. Өте агрессивті түрде өскен, яғни қоректік элемент жетеді, ылғал жетеді, ауа райы, топырақ, климат жағдайы өте керемет болып тұр. Өскендерді көрдіңіздер ме? Қанша қоректік элементтерді мына өсуге кетіп қалды, қараңыздар ма? Қанша, мынау 1 метрден асып кетеді. 1,20-1,30-ға дейін бір жылдық өскендердің өзі. Бұл өздеріңіз аулаларыңызға шығып көріңіздерші, қанша өскен екен осындай. Жақсылап қарасаңыздар, осылай өсіп кетеді. Бірақ бұл жеміс ағаштарын, яғни жеміске отырған ағаштардың көп элементтерін өскендер кетіп қалады. Сол үшін мұны қадағалау керек, бұлай өсірмеген абзал. Ол үшін қысқы кесуден бөлек мынау жазғы кесулерді ұйымдастыру керек. Бір жылдық өскендерді. Өйткені мына қоректік элементтердің көбісі сол негізі қоректік элементке таласқан кезде негізі мынау өскендер алып қояды көбісін. Өйткені жапырақтағы жаңағыдай қысым, тургор қысымдар өте жақсы болады. Олар қоректік элементтер суды өзіне тартып алады. Одан кейінгі екінші мәселе, егер кесу жұмыстары қиындау болатын болса, онда арнайы препараттар бар. Бойын реттегіш. Оны қолданасыз. Қолданғаннан кейін оның бойы өсуі тоқтайды. Яғни бүкіл жеміске қарап ауыса бастайды. Сонда сіздің жемісіңіз де үлкенірек болады, дәмі де жақсы болатын болады, сапасы да жақсы болатын болады. Бұл бір кішігірім осындай. Оған қатысты Регалис плюс деген бір препарат бар. Соны көп қолданып жатады адамдар. Біздің елімізде оны біреулер алып келіп жатады, бірақ дүкендерде табыла қоймайды. Бірақ басқа біреулері кәдімгі құрамында бой реттегіш әсер етуші заттар бар, басқа да препараттарды қолданып жатады. Оларды қолдануға болады негізі. Мына көрдіңіз, мынада да сондай бір жылдық өскендер қандай қатты биік көктеген. Өйткені арасына күн кірмейді, жел кірмейді, жаңа жемістердің қызаруы кешеуілдейді, жемістердің көлемдері кішкентай бола бастайды. Сол үшін соңғы кезде жиі байқайтынымыз жазды күнгі кесу жұмыстарын қолға алмау, немесе сол кезде бойын реттейтін препараттарды қолданбау осындай халге алып келеді.